салдарынан облыстық соттар ғимаратына орасан залал келді. Дегенмен өңірдегі сот жүйесі күрделі жағдайға қарамастан жұмысын жалғастыруда. Яғни процестік мерзімді аяқтауға жақын істер онлайн түрде қаралып жатыр. Сондай-ақ жаппай тәртіпсіздік кезінде өрескел заң бұзушылыққа жол берген күдіктілердің істері де барлық сот құрылымына жолданған. Қазір бізбен әріптесім Елжас Абділда тікелей байланысқа шығып тұр. Елжас, қайырлы күн. Істі болып жатқан адамдар көп па? Сөз кезегі өзіңде? Қайырлы күн әріптес, бүгінде жаппай тәртіпсіздікке қатысты облыстық соттар жүйесіне барлығы 122 іс келіп түскен. Соның 49-ы Қызылорда қалалық тергеу сотында қаралды. Ал әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотқа 73 іс жолданып, қазірдің өзінде соның 57-сіне қаулы қабылданып үлгерді. Сондай-ақ аудандық соттарда төтенше жағдай режимін бұзуға байланысты 79 әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс қаралған. Қазір менің жаныма облыстық соттың баспасөз хатшысы Ардақ Дүйсенғалиқызы келіп отыр. Ардақ Дүйсенғалиқызы, жалпы енді қазір ауыр санаттағы күрделі істердің әзірге тоқтап тұрғанын біліп отырмыз. Осы жөнінде бір ақпар беріп өтсеңіз. Өздеріңізге белгілі, төтенше жағдай уақытында Қызылорда облысы соттары өз жұмысын тоқтатқан жоқ. Кейбір күрделі мерзімі бар істер бойынша, қылмыстық істер бойынша кейінге қалдыру жұмыстары, процессуалдық әрекеттері жүргізіліп жатыр. Төтенше жағдай уақытында кейбір дәлелді себептермен немесе интернет желісіне байланысты шағымдарын бере алмау жағдайында сот осы істерді, материалдарды қарау барысында оны ескеретін болады. Түсінікті, жалпы тәртіпсіздік кезінде облыстық соттар жүйесі орасан залал келгенін білеміз. Қазір жалпы соттар әкімшілері қай жақтарда орналасқан туралы жұртшылыққа бір ақпарат беріп өтсеңіз. Қазіргі уақытта орын алған күрделі жағдайға байланысты ғимараттың 70%-ға жуығы жарамсыздық жағдайында. Соған байланысты ол жерде орналасқан соттар, кейбір соттар басқа ғимаратқа ауыстырылып, жұмыстарын солында жалғастыруда. Яғни Қызылорда облысы бойынша соттар әкімшісі Қорқыт Ата атындағы университеттің бас ғимаратында уақытша көшіріліп, сонда жұмыс жасап жатса, Қызылорда облысының мамандандырылған әкімшілік соты Тасбөгет кенті Шүкіров көшесі 9-шы мекенжайда жұмысын жалғастыруда. Сонымен қатар осындай күрделі кезеңде телефондағы ақаулықтарда орын алып жатқан жағдайларда WhatsApp желісіне қосылған соттардың тікелей номеріндегі сонда хабарласып, жедел ақпараттарды ала алады тараптар өздеріне қатысты істер бойынша. Маңызды ақпаратыңызға рахмет, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Айта кетейік, қазір облыстық соттар ғимаратының іші жинастырылып, шығыны есептелуде. Осы сәттің өзінде тек нысанның өзіне 460 миллион теңгеден астам залал келгені анықталды. Сондай ғимараттың ішіндегі техникалар мен құрал жабдықтардың да сау тамтығы қалмаған. Оның толықтыру үшін қосымша тағы 318 миллион теңгеге жуық қаржы қажет екені белгілі болды. Бүлінген ғимараттарды қалпына келтіру үшін облыс әкімдігі тарапынан үкіметтік резервтен қаржы бөлуге ұсыныс жолданған. Менде бар әзірге ақпар осы. Студия. Түсірілім тобына рахмет. Бізбен тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Елжас